Құрметті оқырмандар, менде мынадай күшті кезеңім басталды. Ауылда тұрған жерде не үшін тұрасың? Әрине, мал ұстау үшін тұрамыз біз ауылда. Ауылдағы малдарымыз жайлап төлдеп бастап жатыр. Мынау міне баспақтарға осылай шөпті орталарына саламыз, содан кейін оны тарқатып шөп жемдерін береміз. Ал жаңа төлдеп жатыр демекші, менің алғашқы сиырларым туып, кішкентай болса да уыз сауып келіп, оны сұйықтап пісіріп, балдарға тарту еттім. Балалар әрине көп жемейді бізде. Уыздың нобайын папасы екеуміз жейміз. Балалар тек ауыз тигендері болмаса, енді оны түсіне бермейді уыздың дәмін, уыздың пайдасын деген сияқты. Сөйтіп уызы кеткеннен кейін, 2 күннен кейін міндетті түрде менде осындай вайп басталады. Яғни сиыр сауып сепаратор тарту. Сепаратор менде өздеріңіз көріп жүргендей мотор сич сепараторы өте ыңғайлы. Қызыл сепаратор өзі мына құрылғылардың бәрі темір. Сол темірдің барлығын құрып, әдемі түрде сиырды сауып сепаратор тартып аламын. Одан кейін шыққан авратты мен міндетті түрде айран қыламын. Айран сұраушылар менде клиенттер көп, сондықтан айранды осылай баклажкалерге ұйтамын. Кешегіде бір оқырманым сұрапты, айранның ыдысын қайдан аласыздар деп. Айран ыдысы бұл кәдімгі күнделікті пайдаланып жүрген, бұрын енді қыстың кезінде бізде сиыр тумағандықтан осылай сатып ішеміз ғой, сүтті де айранды да. Солардың ыдыстарын ерінбей жуып жинап аламыз, немесе қаладағы мамам жинап береді. Соларды алып, сол баклажкалерге ұйтамын. Болмаса, олар бітіп қалған жағдайда бізде соктың баклажкалерін көп лақтыра бермейміз. Соктың минералды сулардың баклажкаларын жинап, жуып алып қоямыз сарайға. Кейін кіргізіп, соларға ұйтам. Ал қалған авраттан шамалы творог жасап бастадым. Творогта өте пайдалы, кальцийге толы тағамдардың бірі. Міне сүттен жасалған тағамдар өте пайдалы екеніне тағы да көзіміз жетті.